достар, сіздермен бүгін мен Мариам. Достар, бүгінгі бізде видеода мен бүгін пирог жасайтын боламын. Менің жанымда інім жоқ, себебі мен пирог жасаймын. Және де менің шашым ол пирогқа жасап жатқанда түсіп кетпес үшін өзім шашыма орамал тағып алдым. Достар, біздің арнаға көрместен бұрын лайк басып подписаться етіп тіркеліп кетіңіздер. Достар, біздің подписчикті 1000-ға жеткізейік. Және де біздің активті көтеріп тастаңыздар. Достар, менің көптен видео салмағаныма кешіріңіздер. Енді салатын боламын видеолар. Бүгін бізде пирогтың аты, яғни зебра пирогын жасайтын боламыз. Яғни зебраны кішкентай гүлдің ыдысына жасаймыз. Олай болса біз бастаймыз. Достар, біздің пирогқа керек ингредиенттер, яғни олар бірінші 2 ыдыс алып аламыз. Осылайынан міне 2 ыдыс алып аламыз. Осы 2 ыдыс керек болады бізге. Және де венчик керек болады, яғни араластыруға. Және де 1 пиала май. Осындай май керек болады. Және де бізге какао, яғни 1 қасық какао керек болады. Және де 1 бокал ұн. Және де 3 жұмыртқа. Және де разрыхлитель керек болады. Достар, онда біз бастаймыз. Достар, менің түрім көрінбей тұр. Достар, ондай болса, біз жасағанды ғана көрсете берейін. Осы ыдысты аламыз. Және де 1 жұмыртқаны жарамыз. Мен пышақ ондай керек болмайды. Және де осылай жарамыз. Бұны осы шетке алып қоямыз. Және де 2-ші жұмыртқа. Және де соңғы 3-ші жұмыртқаны жаратын боламыз. Мінекей, енді келесі сәті. Достар, шекерді айтуды ұмытып кетіппін. Ең басты керегі бізге шекер. 2-ші зат ол шекер болады. Осылай қосамыз. Достар, шекер мен жұмыртқанымызды қосып алдық. Енді бұларды араластыратын боламыз. Міне, достар, енді осыны ақ көбігі шыққанша араластыратын боламыз. Яғни ақ көбігі шығуы міндетті емес, бірақ та араластыра береміз. Міне болды. Енді осының үстіне мынау майды, 1 пиала майымызды құятын боламыз. Қостық. Енді 1 шөміш сүтімізді құямыз. Міне. Сүт, тағы да 1 шөміш аламыз. Міне, достар, кішкентай сүттен алдық. Болды, міне, осы бізге жетеді. Достар, бұны да әбден араластырамыз. Яғни блинчик сияқты болып қалу керек. Бұндай блинчикке қосатын секілді. Осылай араластырып шығамыз. Енді бұған біз жаңағы 1 бокал ұнымызды қосатын боламыз. Жаймен қосып араластырамыз. Достар, осылай қосып, енді осыны жақсылап араластырамыз. Достар, міне осындай болып араласуы керек. Енді тағы да қосамыз. Қараңыздар, тағы да жайден қосамыз. Енді осыны араластырып алатын боламыз. Достар, негізі бұған разрыхлитель ұнмен араластырып қосу керек, ал мен ұнмен емес бөлек қосамын деп шештім. Яғни разрыхлительден 1 шай қасық қосамыз. Мінеки, достар, 1 шай қасық қостық. Енді бұны да араластыратын боламыз.
Достар, міне айтпақшы, ұнды араластырған кезінде бұл жерде түйіршіктер қалып қоймау қажет. Дәл осылай араласу қажет. Енді бұны екі тысқа бөлеміз. Міне осыны енді қазір екі тысқа теңдей бөлетін боламыз. Бөліп жатырмын. Мінекей бөліп болдым. Екеуін теңдей бөлдік. Тағы да балдар ойнап жатыр. Екеуін теңдей бөлдік. Енді біреуіне какао қосатын боламыз. Мен мына бөлігіне какао қосқым келіп тұр. Енді қосатын боламын. Достар, какаодан бір шай қасық өздеріңіздің қалаған бөліктеріңізге қосасыздар. Мен мына бөлікке бір столовый ложка қосып жатырмын. Шай қасық қосып жатырмын. Мен осылай бөліп алдым. Қараңыздар, енді бұны бір столовый ложкамен әдемілеп араластырып шығамыз. Яғни бұған венчик керек болмайды. Бұда да түйіршіктер қалып қоймау тиіс. Өте әдемі араластыру қажет. Достар, міне осылай болады. Біреуі ақ бөлік, біреуі какао, яғни қара бөлігі. Енді яғни гүл ыдыстар салатын боламыз. Мінекей осылай болады. Және мен мындай гүл ыдыстарды алғанмын. Қараңыздар. Өте әдемі. Осыларды енді бір бөлікке қойып шығатын боламыз. Менде кейбіреулер аударып қалыпты. Соларды түп-түзу алып қойып жатырмын. Және де бұның ішіне май құю қажет. Май құюдан кетпеңіздер. Кейбіреулер жеп болады, кейбіреулер басқаша. Енді майлаймыз. Достар, міне мен ішіне май құйып шықтым. Енді осыларды жағатын боламын. Міне достар, мына жерге майларын жағып шықтым. Енді мына екеуін кезектен-кезек құятын боламыз. Достар, мінекей мен ең бірінші какаоны құйғым келіпті. Қараңыздар. Біріншісінен бастаймыз. Әрқайсысына бір столовый ложкадан құйып шығамыз. Яғни бір ас қасықпен. Кетектерін қойып деген болмайды. Және біздің анаға келіп лайк басты бүгін ұмытпаңыздар. Біз сіздердің көптеп Егер кеткен видеосына кеткен салса деп жатқаныздар. Подписчикқа лайк демеңіздер. Барынша видео салуға тырысамыздар. Барынша. Сіздердің болмаңыздар. Қолын көптеп енді мына осыны термеміз. Бұдан әрісіне болғанын ағын егді суы әдемі болған. Ал болмаса көп болмаған көтеміз. Оның ең сүйікті пирогі, яғни сепі пирогі. Ол не көрі сүттің, оның да сепеш, сүйтті, солай. Өзге келді достар. Яғни мұға бірақ ағалы істі. Сесек пирогі бар. 아니 근데 제가 나는 다시 다시 때비 나오나 그런 거 오다니 네 안돼 맛이랑 같은 일인데 뭐 이렇게 보여야 돼 매일 보여야 돼 Ini kan sudah semua dapat. Ayo dulu. 그냥 뭐 Ayo kita bisa share. Kita ingin tahu sama kalian. Достар, мінекей мен бүкіліне құйып шықтым, бірақ мына төртеуіне жетпей қалды. Бірақ өте әдемі болып піседі деген ойдамын. Мен қазір 180 градуста ысытып қойдым. Достар, міне мен ішінде бар. Өте әдемі болып піседі. Біз мұндайды көп жасағанбыз негізі. Бірақ өзіме қатты ұнайды. Әніне де қатты ұнайды. Бүкілінен айтпын. Өте әдемі. Мен салып жатырмын. Осылай қойып жатырмын. Міне 180 градуста мен газым ысыды. Осылай салып қоясыздар. Мен 180 градуста өзі ысып тұра береді. Атыстарды қарасаңыздар, жайрап жатыр. Қазір мен өзім сиқырмен бұларды жуып тастайтын боламын. Әнекей достар, көрдіңіздер ме? Менің қандай сиқыр екенімді. Достар, қазір мен пирогым пісейін деп қалды, сіздерге көрсететін кез келеді. Міне біздің пирог та дайын болды. Өте әдемі болып, қараңыздар. Піскен іші де өте әдемі болып. Достар, осыны жасап көріңіздер. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Сіздермен болған мен Мариям.
достар, біздің арнаға подписаться етіп тіркеліп кетіңіздер. Және де біз видео салып отыратын боламыз. Бұл видео сіздерге қызық болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода не салайық, комментарий жазыңыздар. Сау болыңыздар.